Қайырлы таң, қайырлы күн. Кеше болған жайттар, кеше эфирде не болды? Біз ортаға шыққан кезде біраз ауыр темалар қозғалды. Өздеріңіз білесіздер. Аяулымның бұрынғы өмірі туралы деген сияқты. Аяулым жалпы ол сұрақтарға өзі жауап берді деп ойлаймын. Өйткені оның бұрынғы өміріне менің шатағым жоқ. Дәп қазір ол енді өзгерді деп те айта алмаймын, өйткені енді таныстықтамыз. Бұрынғы өмірін білмеймін деген сияқты енді танысып келе жатырмыз. Сол үшін негізінде адамның аяғынан шалуға болмайды. Мен өзім жалпы шариғат бойынша да негізі ойлансаңыздар, мына адам баласы біз қазақтар дейінші, қазақтар негізінде жақсы көреді бір-бірін аяғынан шалғаншы. Сол айтқым келіп отқан, бір-бірлеріңізді қолдап, мысалға морально адам қай кезде сынады, оны давить еткен кезде сынады, соны давить етпей, негізінде қыз қай кезде бұзылады, қыз қай кезде жаман жолға түседі, оны әбден басып, жаман негатив айтқан кезде сен осындайсың, сен андайсың, енді кейде өтірік әңгімелер айтылады. Сол өтірік әңгімелерді адамның бір болмайтын бір әшейін бір-екі рет келгені жаңағындай эфирге, ол бір жаман нәрсе деп ойламаймын. Бір шетінен соны бетіне басып, бір как будто бір жаман нәрсе жасаған сияқты қылудың қажеті жоқ. Сол үшін аңдамай сөйлеген ауырмай өледі дейді. Ауыздан шыққан сөзге абай болайық, достар. Наоборот, қолдауларыңызды көрсетіп, сол қыздың және де басқа да адамдардың бақытты болуына үлестеріңізді қосып жүр. Наоборот, қолдауларыңызды көрсетіп, сол қыздың және де басқа да адамдардың бақытты болуына үлестеріңізді қосып жүрсеңіздер, Алла тағала сіздерге берешегін береді. Сол көп сөз, боқ сөз. Адам баласымен жалпы дос болыңыздар, адам баласымен жақсы араласыңыздар жалпы. Пікір айтамын деп, пікір жаман пікір айту ғана емес, жалпы адам баласына выбор өзінде ғой. Қандай пікір айтатын, қалай өмір сүретін, сондықтан дұрыс ойланып, дұрыс сөйлеңіздерші, өтініш сіздерге айтайын. Қалыңыз қалай, Абылайхан? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы. Жалпы мен бүгін қойып жатқан сұрағым, былай қарасам, бәріне келеді екен. Барлықтарыңыздың бастарыңыздан өткен сияқты. Сіз мысалы бір қызды жақсы көріп қаласыз, ұнатып қаласыз, бірақ ол қыз сіздің досыңызға да ұнайтын болып шығады. Не істейсіз? Қандай әрекет жасайсыз? Күресесіз. Иә. Қыз үшін. Жалпы сізде болған бұндай ситуация? Майда шүйде болған енді. Шынымен де былай. Мен ерте үйленгем, ерте жақсы көргем, сол бұрынғы қызыммен 3 жыл жүргем, бұрынғы әйеліммен дегенде. Бірақ дәп ондай мен шынайы жақсы көрген адаммен ондай болған емес. Бірақ одан кейін бір ұнатқан қызымды, досымды ұнатып, бір маған конкуренция создать еткен сияқты болған еді. Онда мәселе қайда? Қызда деп ойлаймын. Қыз қандай әрекет жасайды, соған байланысты қызға да қарау керек негізінде. Қыз бір жақты болса, онда әрине қыз үшін күрес. Баршаңызға қайырлы күн, қалайсыздар? Біз эфирге дайынбыз, студиядамыз. Аксына орынды босатпай отыр десең. Шучу. Сол студиядамыз. Қалайсыз, Айжан? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы. Айжан, сізде андай бір ситуация болып қалса, сіз ұнатқан жігітті құрбыңыз де ұнатып қалса. Бірақ сіздерде болды ғой бұндай ситуация? Қазірге дейін жалғасып жатыр. Ол кісіге именно маған адам қызық. Ол кісі Лаураны айтты? Иә, Лаура. Оған қазір кім қызық? Оған біраз адам, мен көзім сема любой, дейді да соны зерттеп. Сіздің көзіңіз кімге түсіп жүр? Айта алмайын деп. Әп-бара келді, өзі ұсталып қалды. Кімге көзіңіз? Лаураның көзі кімге түсті айтыңызшы? Жоқ, Амина былай ғой, специально бір адамға емес, бір адам туралы айтқасам болды, соны зерттеп кетеді ол бар ғой. Білмеймін неге ондай болды екен. Неге ондай достықтарыңыз қалай сақталып жүр осы? Сақталып жүр, пока ұсталып жүрміз әйтеуір. Последний несі жүр әйтеуір, білмеймін. Шығып қайта жақсы болды. Астан араласайық, иә. Сондай. Қалыңыз қалай, Нұрдәулет? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы. Нұрдәулет, сізде ситуация болса, сіз ұнатқан қызды досыңыз ұнатып қалса, не істейсіз? Енді ол нәрсеге жеткізбей тұрып,
эгерде жан досуң болатын болса, бір-біріңмен сырласуу үстүндө сол кыз тууралуу әңгіме козголот. Сол кезде досумдун көз карасынан о кызга деген бир нерсе байкап көрсөм, мен сразу басымды алам. Бул нерсе. Ал мисалы енді қазір білмеймін орынсыз шығар, бірақ енді Жанеркемен таныстықта болдыңыздар ғой. Сіз жоқ кезде Жанерке Шерханмен қол ұстасты деген бір сыбыстар естідік та. Сол дүниеге қалай қарайсыз? Жалпы Шерхан неге өйтті деген сияқты. Енді Шерхан білмеймін. Шерхан бірақ ондай несі жоқ, ондай әрекеті жоқ. Шерхан досына сенемін ғой. Сенесіз. Иә. Бірақ негізі естідіңіз сізді. Естігем, бірақ та енді білесіз ғой. Бірге қайта ма, білмеймін. Енді екеуі бір жақта тұрады ғой. Екеуі бір жақта тұрғаннан кейін кішкене Арам ойлаған ой жоқ. арам. Қалыңыз қалайсыз, Дәулет? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы, бүгін шаш үлгіңіз басқаша болып тұр, Аха. Бүгін ерекше болайын деп. өзгертейікші деп өзгертіп қойдыңыз. Қалай жарасып тұр ма? Шынымды айтшы деп. Иә, нормально. Дәулет, сізде андай бір ситуация болып қалса, сіз досыңыз ұнатқан қызды ұнатып қалсаңыз қалай шешесіз? Өте қиын сұрақ ше. Білмеймін даже. Сол кезде көремін ше. Айтсаңызшы енді. Походу, досым көңіл үшін өзім сезім тыныштық көрсем, походу. Онда негізі болмаған ба? Болмаған. Досым ұнатқанын естісем, сразу сізге деп кетіп қалдым ғой. Ага, точно. Иә. Жарайды. Бүгін біз қайтып жатырмыз, елге заттарымызды жинап қойдық. Енді тамақтанып алып, кешке аэропортқа жолға шығамыз. Бізде барлық төлемдерді қабылдап салып жібердік, бірақ келісіп алдық. Мына жақта онлайн заказ берсек те, тура біздің ойымыздағыдай сіздерге күшті AirPods-мен бірге сыйлыққа салып жібере алады. Ал мен сіздерге путевканы онлайн салып жібере аламын тоже. Сондай возможность бар, әлі біткен жоқ. Если что, тапсырыс бере берсеңіздер, біз онлайн сіздерге алдыртып бере береміз. Қайырлы таң баршаға. Бәріңізге сәтті күн тілеймін. Мен эфирға қарай келе жатырмын. Бүгін 14:30-да Евразия каналын қосуды ұмытпаңыздар. Баршаңызды күтеміз. Қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгін 14:30-да тікелей эфир жібере алмаңыздар. Ғалымжан мен Дариғаның танысы қалай болып жатыр? Негізі кешегі эфирді Дариға көрді ме? Жалпы ойы қандай? Және де Айдана мен Асқаттың танысы қалай болып жатыр? Бүгін тікелей эфирде жібере алмаңыздар.